men ko'nglimizni ko'tarib olaylik. Quchoqda deydi. Lizani quchoqlaymiz. Aha. Liza endi sen. Vaqt. Amandash deydi. Endi kelesi kunlarga bera qo'yinglar, zerilarga beringlar. Aha. Amandash deydi. Aymeri men amandasadi. Tilek deydi. Sen zeriga tilek ayta qo'y. Aymeri bugungi sabaqda sen qanday tilek tilaysan? Bugungi sabaqda sаған sәттілік тілеймін деген сияқты сондай тілектерді айт. Кімдерге бере қойыңдар, ел достарға? Тамаша. Еділ, сен лақтыра қой. Ханзадаға тілек тілей қой. Бүгінгі сабақта. Даусын қатты шығар. Sen sabahta жақсы оқисың дейді. Ой, тамаша. Үй тапсырмасына отан туралы ойлайтын мәлелеп жатқа айту берген болады, я? Кім дайындалып келді бүгінгі сабаққа? Бүгін бәрі дайындалып келіпті. Тамаша. Зерекке шыға ғой. Тыңдаймыз, бәріміз зерені. Taqriqda aшу. Sendер mına жерде mına turgan suretni ne ko'rib turmiz? Bärimiz. Ko'rib turmiz. Tag'i Durus. Buni biz bu tularni biz qay yerda ko'rdik? Astanada. Tag'i Mektepte var. Ta qay yerda bar deb o'ylaysizlar? Президенттің отыратын жерінде өте тамаша, дұрыс. Осы туды біз неге көп түсті деп ойлайсыңдар өздерің? Аспанда бізде көк түсті болған үшін. Ол да бар. Қандай жауап айтасыздар? Аспанның төбесінде күн тұрады, ол үшін көктің қасында көк. Дұрыс. Жарайсың, жақсы. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз қалай деп ойлайсыздар? Бүгінгі тақырыбымыздың аты bayrak bizde ya. Қазақстан bayrağı. Тамаша, өте дұрыс. Қазақстан bayrağı. Күнде жазамыз, тақырыпты жазып дәптерге. Бізде кітапта қарасаңдар, есіңе сақта деген тұр, я. Бірінші біз өзіміздің осы Қазақстан bayrağı өлеңін шығарған ақынмен танысып алуымыз керек. Яғни бұл жерде бізде Мұзафар Әлімбай ақынымыз. Бірінші есіңде сақтау керек оқушылар бізде қараңдаршы, кітапта тұр. 95-ші бетте. Бірінші балалар ақыны бізде Мұзафар Әлімбай, екінші Павлодар облысында туылған. Үшінші бізде оның өлеңдері бар. Аулақ бол жаман әдеттер, Қазақстан байрағы деген, Балдәурен Жауқазын деген кітаптары бар. Ал ендеше оқушылар, осы автор туралы біз бірнеше мәлімет білу үшін видеороликке тамашалайық. Шынықсан шымыр боласын, тағы басқанда көптеген кітаптарды жарық ашады. Алғашқы жинағы 1920 жылы жарық көрді. Жинақтың аты Қарағанды жырлары деп аталады. Мұзафар Әлімбай 180-ден астам әнге өлең жазды. 64 төл тұмамен аударма кітаптың авторы.
Қалам иесінің соғыстан кейін туған Қарағанды жырлары, Мені Қазақстанның, Естай Қорлан секілді туындылары сол кезеңдегі қазақ поэзиясының шынайы табысы болып саналады. 1984 жылы балаларға арналған Аспандағы әпке атты жинағы үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының иесі болды. Мұзафар Әлімбаев бүгінгі таңда тірі болса 97 жасқа толар еді. Біз үшін Мұзафар Әлімбаевтың шығармалары өшпес мұра болып табылады. Видеороликте мен сендерге сұрақ қойын, видеоролик бойынша. Осы біздің ақынымыз қай ауданда туылған екен? Павлодар облысында, дұрыс. Қай жылы дүниеге келген? 1923 жылы. Тамаша, видеороликті жақсы көргендерің көрініп тұр. Ал біздің оның қандай өлеңдері бар екен? Видеороликте айтылды ғой бізде. Жауқазын, дұрыс. Балдәурен. Тамаша, жақсы. Ал ендеше оқушылар, ақынмен танысқан болсақ, жаңа тақырып бойынша бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада бізде өлеңнің түсініп оқы дейді. Яғни бұл біздің тақырыбымыз Қазақстан байрағы тақырыбындағы өлеңді оқимыз. Маған оқып береді Амина, Қазақстан байрағы деген өлеңді оқимыз. Тұр шаттық сол көңілге көп аспандай көңілдер Қазақстан байрағы тұрса күндей төгіп нұр жұлдыздарым жайдары. Осы Қазақстан байрағын бізде Амина оқып берді, я? Енді осы өлеңдесіңдер. Не түсіндіңдер? Осы өлеңде не туралы айтылған? Ту туралы. Аспан көк екен айтылған. Қалай? Қыран бүркіт. Тамаша. Күн туралы айтылған, жақсы. Оқушылар. Тамаша. Ал онда оқушылар өлеңді оқып болған болса, бізде 96 беттен екінші тапсырма тұр, кітапқа қарасаңдар. Білім ал деген тапсырмасы. Бұл жерде оқушылар бәріміз маған назар аударамыз. Менің айтқанды есімізде сақтаймыз, я? Керек жерлерін қазір дәптерге жазып аламыз. Бізде осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы бізде Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері кім? Шәкен Ниязбеков. Міне бізде туы тұр, я? Екінші, Қазақстан Республикасы мемлекеттік еңбек таңбасының авторлары, белгілі суретшілер кім деп ойлайсыздар? Жәнібек пен Шотаман Уәлихан. Дұрыс. Бұл елтаңбаның авторлары Жандарбек Әлібеков пен Шотаман Уәлихан. Осыны жазып алайықшы оқушылар дәптерге. Осы туды кім шығарғаны, елтаңбаның авторларын дәптерге жазып алайық, е? Жазамыз бәріміз. Оқушылар бәріміз тұрамыз. Дөңгелек, 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 дөңгелекте айналып келеміз. Соғамыз қол бірге, айнамыз әлді де. Бізде кітапқа қарасындар үшінші тапсырма тұр, я? Өлеңге сүйеніп көркем сөздерді тауып жаз дейді. Яғни бұл жерде мен сендерге қызықты болсын деп суретпен сөйлейік әдісі арқылы сіздерге тапсырманы түсіндіретін боламын. Міне қараңдаршы, тақтада мысалға 3 сурет тұр. Бірінші сурет бізде не деп ойлайсыздар? Қыран бүркіт. Жақсы. Екіншіде не сурет? Аспан көрініп тұр. Тамаша. Үшінші сурет күн. Енді оқушылар, қараңдар, кітапта аспан, күн, бүркіт деген тұр, я? Жаңа біз Қазақстан байрағы өлеңін оқыдық қой. Сол жерде осы аспан, күн, бүркіт деген сөзге көркем сөздерді тауып, жанына жазамыз. Қанекей бәріміз дәптерімізге үшінші тапсырма дейміз. Үшінші тапсырма деп жазып, тапсырманы орындаймыз. Қанекей балалар, жазамыз бәріміз. Көңілге көк аспандай. Жақсы, кім шығады? Зере келе ғой.
Nereden ki Dayana? Aspar kogullar bir-bir qanotli kun ko'rindi. Kel Dayana. Ballardan kim çıkardı? Aspar İsmail kel. Kel Zine. Kel Aruzhan. Tez aytayana çıkar ver kel. kun qarag'atdi sovuq qilganday. Aruzhan. Aspar kogullar bir-bir qanotli kun ko'rindi. Tamaşa jaraysinlar. Tamaşa Anisa. Жақсы. Kel Aymeri. Aspar kogullar bir-bir qanotli kun ko'rindi. Endişe, uy tapsırmasını alayla sabahımız ayaktalıp kalgan eken. 4-cü tapsırmada көркем сөздерді қатыстырып сөйлеп тұраңдар деген. Бізде, міне қарасаңдар, 4-cü tapsırmada тұр, үлгі тұр бізде. Біздің көк туымызда қыран бүркіт бейнеленген дейді. Көркем сөздер біздегі мына жаңа 3-cü tapsırmaдағы аспан, күн, бүркіт деген көркем сөздерге үйдесіңдер сөйлем құрап келесіңдер. Үлгіге қарап 4 сөйлем құрайсыңдар. Жақсы ма оқушылар? Барлығымыз үй тапсырмасын жазып аламыз. Күнделігімізге жазамыз оқушылар бәріміз. Бізде сабаққа кері байланыс ретінде сендерге қазір мен ұлдың суреті тұрған карточка және қыздардың суреті тұрған карточка таратамын. Бұл жерде мен сендерге карточка таратамын ғой. Сол кезде сендер мына тұрған бос жерде жазасыңдар. Бүгінгі сабақта не үйрендің, осы сұраққа жауап бересіңдер. Сенің үшін не қиын болды, саған қандай тапсырма қызықты болды деген осы 3 сұраққа мына сұрақтың жауабын стикерге жазып, тақтаға шығып 1-2 оқушы оқитын боламыз. Оның жауабын мен үйде тексеріп, сендерді бағалайтын боламын. Жақсы ма оқушылар? Тамаша. Адина. Тамаша. Адина. Kel Aqto'riyonda шығып оқы. Kel, Ismail sen de шығып оқи ғой. Тамаша. Kel Ismail. Zine тұрып шыға беріңдер, бәрі шығыңдар да оқи беріңдер. Тамаша. Столға қоя беріңдер. Men bugun to'q o'rgandim. Turali o'tdik. Ma'gan o'ris tili qiyin bo'ldi. Ma'gan matematika fani unadi. Жақсы. Bu bizde Anisa kızımızdaki. Тамаша.